Бүгінгі күнде 2000-ден астам біздің қызметкерлеріміз, қылмыскерлердің қолынан қаза болды. Құқық қорғауда жүрген жастарымыздың ерлігін паш ету керек. Халыққа адал қызмет еттіңіз бе? Адал сөзіңізді арнадыңыз ба? Халық оны ешқашан жадынан тоқым шығармайды. Батыр Баукең тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деген даналық ойын қалдырған. Ал тәртіптің сақшысы ішкі істер органдарының қызметкерлері. Бірақ бұл мәселеде екі тараптың етене жақындығы маңызды. Яғни полиция халықпен ашық әңгіме жүргізе алатындай болуы шарт. Бейбіт күннің өзінде өздерінің жанын қиып, өмірін қиып, біреудің өмір үшін, біреудің арын сақтайын деп өмірден өтіп жатқан осы форма киген біздің құқық қорғауда жүрген жастарымыздың ерлігін паш ету керек, айту керек, оны өнеге ету керек. Ондай батырлар шыққан мектептер, ұстаздар, оны тәрбиелеген ата-аналар құрмет көру керек. Міне сонда кейінгілерге үлгі болады. Бүгінгі күнде 2000-ден астам біздің қызметкерлеріміз, қылмыскерлердің қолынан қаза болды. Ал жарақат алғандары 3000-ден астам. Өте ауыр, өте қиын жұмыс. Соңғы, міне, капитан Ғазиз Байтасов. Қыршын жас баласы қалды, үйі қалды, ағайын туыстары қалды. Ана лаңкесті ұстайым деп, міне бұл деген ерлік емес па? Бұл деген батырлық емес па? Соны біздің халқымыз білу керек. Соны біздің мынау жас қызметкерлеріміз білу керек. Ғазиз нағыз батыр, еліміздің мақтанышы, ерлігі туралы жақсы білем. Ол халықтың жадында қалатын ерлік іс. Елдің тәртібін орнататын азаматтардың абыройын көтеру арқылы біз елдің де абыройын көтереміз. Аға лейтенанттар бар, басын оққа төсіп өстіп жағы аты мына кезеңде аңызға айналған. Сондай дүниелерді тәрбиелейтіндей қазақтың қазіргі қоғамына ой салатындай етіп өруіміз керек. Ол жұмыс ұлттың идеологиясын бекітеді. Ұлттық идеологияны қанаттандырады. Ұлттың ішкі өзінің рухын тәрбиелейді. Ал рухы таза, тәртібі мықты ұлт, ол ешқашан жердің бетінен өшіп кетпейді.